Сәлеметсіз бе оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы әсемдікке талпыныс. Құндылығымыз дұрыс әрекет, қасиетіміз барлығынан жақсылық көру, қарапайымдылық, сөздің, ойдың және істің бірлігі. Балалар, ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талпынып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: адамның бойындағысының бәрі де, жүзі де, киген киімі де, жаны да, ойлары да әсем болуы керек. Антон Павлович Чехов. Қанеке, қайтадан қайталаймыз бірге. Адамның бойындағысының бәрі де, жүзі де, киген киімі де, жаны да, ойлары да әсем болуы керек. Осы дәйек сөзімізді дәптерлерімізге жазып аламыз. Антон Павлович Чехов Таганрог қаласында өсті. Орыс жазушысы, әңгімелер, повестер, пьесалар авторы, драматург, әлемдегі ең ұлы жазушылардың бірі деп танылған. Әлем драматургиясының классикасы болған 4 шығарма жазған. Ол қысқа мысалдар жазушысы ретінде әдебиетте танымал. Чехов драматург ретінде де көптеген пьесалар жазған. Осы дәйек сөзге байланысты сұрақтар. Бірінші, адамды сұлу ететін не нәрсе? Екінші сұрақ, әсем сұлу нәрсе көргенде қандай сезімде боласыздар? Үшінші сұрақ, жан сұлулығын қалай түсінесіздер? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Иә, балалар, сұлулық адам жанын марқайтын, көзін қуантатын, тамсанатын, сүйсіндіретін көрініс. Қимыл әрекет, пішін және ой қиялдың жемісі. Ал адамдағы басты сұлулық ішкі жан дүниесі, мінезі, қалыптасқан әдептілігі, басқа адамдарға деген адамгершілік қасиеттері арқылы қалыптасады. Дәйек сөзде айтылғандай, адамның сыртқы сұлулығы, яғни оның сырт бейнесі, киген киімі, жүріс-тұрысы оның ішкі рухани сұлулығымен сәйкес келсе, нағыз сұлулық сол болмақ. Келесі кезегім оқиға әңгімелеу. Атасы мен немересінен астарлы әңгіме. Бала өсті, айнаға жиі қарап және ашулы болғандықтан, мен сұрықсызбын. Атасы сол сөзді естігенде немересіне былай деді: сіздің сұлулығыңыз сіздің мейірімділігіңізде. Бала атасына сеніп жақсылық жасауға бастады. Барлығына, барлық жерде. Ол сонша жақсылық жасауға асығып, өзінің ұсқынсыз екенін ұмытып кетті. Уақыт өтті, ол жас жігіт болды. Бір күні ол өзіне қарап тұрған екі әдемі қыздарды әңгімесін естіді. Қандай сүйкімді жігіт, оның ішкі жан сұлулығы қандай жарық. Жас жігіт өзінің атасына еске алды. Дана атам, сізге рахмет деп ойлады. Бұл әңгімеде атасы немересіне сұлулық келбетте емес, жүректе екенін түсіндірді. Әр адамның жүрегінің жібектей жүрегі нұрға бөленген деп те айтып жататын рас. Сұлулық табиғатта бар, және де адам жан сұлулығы мен тән сұлулығы деген бар ғой. Соның ішінен жан сұлулық маңыздырақ. Сұлулық жүректе де, келбетте де болады, бірақ бірінші ішкі жүрегіне мән берген дұрыс, содан соң сыртқы сұлулығына. Сұрақ. Бірінші сұрақ. Атасы немересіне қандай сөздер айтады? Екінші сұрақ. Атасына сенген бала не істей бастайды? Үшінші сұрақ. Сендер қандай адамдарды сұлу деп айта аласыздар? Төртінші сұрақ. Әңгіме қандай құндылық туралы айтылған? Келесі біздің кезегіміз шығармашылық іс-әрекет. Осы өлең жолдардың бос орындарын толтырамыз. Дәптерге көшіріп жазамыз.
Енді осы жазған өлең шумақтарын осы ссылка арқылы кіріп шырқауларыңызды сұраймын. Біздің жобалық іс-әрекетіміз тақырыбы табиғат баға жетпес сый. Осыған орай сіздер алдағы тапсырмалар бойынша өз аймақтарындағы жасыл аймақты суретке немесе бейне таспаға түсіріп, өздерін фотоматериал немесе фотоколлаж жасауларыңызды өтіндік. Енді осы бейнероликтарды және фотосуреттердің фотоколлаждардың барлықтарын өздерінің мессенджерлерін арқылы таратып, маған ссылкасын жібересіздер. Сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.